Ыбырай Алтынсарин Қыпшақ Сүйтқұл әңгімесі. Қыпшақ Сүйтқұл 30 үйлі тобырымен жұрттың тегіс аттаныс барымтасы бар уақытта бұл 30 үй кедейді қалайынша етсем байытып халық қатарына қосамын деп ойға қалды. Сауда етуге мал жоқ, барымтамен мал алсам бір күндерде жау да бізден қуып алады. Ақырында бұрынғылардың айтып кетуінше жортуыл басы жолда қалса керек. Соның бәрінде шамалап қарап, ақыр бір қиялға түсіп, Сүйтқұл әуелі мекен еткендей бір орын іздеді. Көп жерлерді кезіп жүріп, ақырында Торғай терісіндегі Қабырға деген өзен судың бойына тоқтады. Мына жақта Үргеніш, Қоқаннан, мына жақта Қалмақтан шетірек және жаманшылық болса, қалың Қыпшақ деген руға жақынырақ екен деп, сол жерді ұнатып қайтқан соң, қысты өткізіп, жаздың жылы уақытында кедейлерді жалаңаш жалпы көшіріп, Қабырға бойына алып келді. Сүйтқұлдың бір ағасы бар еді. Жол жүріп, ұрлық, барымтаны әдет еткен. Інісінің қанша айтқан ақылына болмай, 3-4 үймен жалғыз-ақ сол көшпей, ескі орны Түркістан жағында қалды. Қабырғаның бойына келген соң, Сүйтқұл қолына кетпен алып, 30 үйлі кедейіне де кетпен беріп, жер тегістеп, егін егуге кірісті. Түркістан жағында көрген үлгісімен судан арық қазып шығарып, егінге су жіберді. Егіні піскен соң орып, жиып алып, артығын төңірегіндегі көшпелі елге сатып, мал етті. Жаңа мекен еткен жеріне орныққан соң, Сүйтқұл егінді жылдан жылға күшейтіп, арық басына шығыр салып, суды шығырмен айдап, астықтың артығын төңіректегі елге малға айырбас етумен бұлардың малдары көбейіп, бай болды. Мұны көріп, әрбір көшпелі елдегі жарлы жақыбайлар да келіп, Сүйтқұлға қосылып келіп, 5-6 жылда Сүйтқұл елі деген 400 үйге таянды дейді. Сүйтқұлдың өзі де, жиылған халқы да, адалдары көбейіп, бай болды. Ел жиылып, Сүйтқұл жұрт ағасы болды. Енді сол жұртының адал бейнет, табан ет, маңдай терімен тапқан дәулетін аңдыған жаудан, ұрыдан, даладағы бөріден сақтаудың қамын ойлап, уайымға қалды. Солардан сақтану үшін Сүйтқұл жұртын жиып кеңесіп, судың бір қолайлы жеріне шымнан биік қорған салдырды. Малдарына реттеп бақташы, қару-жарақты қарауыл шыңдауыл жүргізді. Бұлардың бұлайша бір ауызға қарап бекінген халық екенін байқаған соң, малға қызыққан сырттағы көшпелі халықтар батып келе алмады. Бұл жағынан көңілі тыныш болған соң, Сүйтқұл енді Бұхара, Қоқанға мал айдатып, ол кенттерден қазақ-қолды әр түрлі тауар алдырып, жылда егін піскен уақытта манағы қорғанда жәрмеңке ереуішті базар болды. Көшпелі халық белгілі уақытта малын, жүн жабағысын, тері-терсегін келтіріп, егіншілер оларға астығын, тауарын айырбас етіп, осы қалыпша бір жағы егін, бір жағы саудамен Сүйтқұлдың жұрты асқан, бай болыпты. Манағы Сүйтқұлдың ағасы аттаныс түсіспен жұрттың малын ұрлап бай боламын деп жүргенде, Қоңырат жағында қолға түсіп, кім екені де белгісіз біреу өлтіріп кетіпті. Қалған мал жанын ұрының малы деп, Түркістан әкімдері талап алып, жамағаттарын Сүйтқұл көп жылдар іздетіп, таптырып, қасына алыпты-мыс.
сейітқұл құрметті тілеу сейдалин сұлтанның айтуы бойынша 1830 жылдарда өтіпті-міс. Сол данышпан кісінің ақылымен егінді әдет еткен халық қабырға суының бойында әлі көп. Жарлы болып, бөтен кәсібі жоқ кісілер торғай жағында дереу егіншіге айналады, ерінбей азаптанса, бірнеше жылда түзеліп, халық қатарына қосылады. Бұл әңгімесінде Ыбырай атамыз адал еңбекті дәріптеп, еңбекқорлыққа шақырады және жалқаулық, ұрлық, өтірік, өрге баспайтынын айта келіп, жаман әдеттерден аулақ болуға үндейді.